Қайырлы таң достар. Қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге су құйғыш белгісіндегі адамдарға арналған болжамды ұсынатын боламын. Енді осы орайда 1 наурыз алғыс айту күніне байланысты мен сіздердің барлықтарыңызға алғысымды білдіргім келеді. Мені тыңдағандарыңызға мыңда бір алғыс. Енді су құйғыш белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынғым келеді. Жалпы 2 наурыз күні жер бетінде ай туады. Күн, ай, Нептун, Юпитер ол бірге келеді. Ол сіздерге 2 домға келіп тұр. Ал 2 дом мүмкін өзіңіз, 2 дом дегеніміз өзіңіз күтіп жүрген зарплатаны білдіреді. Мүмкін қосымша жұмыс жасаған ақшаңызды да білдіреді. 2 дом ақша қалай келеді, солай кетеді деген мағынаны да білдіреді. Юпитер планетасы ақшаңызды көбейеді, бірақ ақшаңыз көбейген сайын шығыныңыз да көбейетін болады. Ақшаны үйдің ремонтына, инвестицияға салатын боласыздар. Жалпы наурыз айында ойларыңыз, фокустарыңыз тек ақшада болғалы тұр. Немесе сіздер ақшасы көп, зарплатасы өте көп жұмысқа орналасасыз. Ақшаны көп табу жөнінде сіздерге идея келетін болады. 5-6 наурыз күні 2 домға келіп тұр. Бұл кезде Солнце мен Юпитер кездеседі. Жалпы бұл аспанда бірге келеді деген сөз. Жалпы олар жылына 1 рет қана келеді. Бұл өте сәтті кез деп айтамыз. Солнце жалпы энергияны көбейтеді. Егер энергияңыз көп болатын болса, ақшаңыз да, денсаулығыңыз да мықты болады деген сөз. Ал Юпитер сыйлыққа жауап береді, жолыңыз болады, жалпы өмірдің жақсы сыйлығы болады деген сөз. Мүмкін сізге ақшалай сыйлық беруі де ықтимал. Ақша жағынан ешқандай қам жеудің қажеті жоқ. Ақша міндетті түрде келеді. Ал 7 март күні, 7 наурызда Венера мен Марс екеуі біргеді. Аспанда екеуі бірге келе жатыр. Ол 1 домға келіп тұр. Ал 1 дом жалпы 2 жартыңыз сізді қолдайтын болады. Немесе сіз 2 жартыңызды қолдайтын боласыз. Ара қатынасқа жауап береді, серіктестікке де жауап береді. Мүмкін сіздерде романтикалық қарым-қатынас орнайды. Мүмкін бизнес серіктесіңізбен келісім шартқа отырып жұмыс жасайтын боласыздар. 1 дом өзіңізге сенімді боласыз деген сөз мағынаны білдіреді. Жалпы басқа адамдарды өзіңізге қатты тартатын боласыз. Өзіңіз әдемі боласыз. Сізге комплимент айтатын болады. Сізге өте жақсы комплименттер айтатын болады. Жалпы кездесуге өте қолайлы сәтті ай. Ал 11 наурыз күні Меркурий келеді ақпаратқа толы планета. Немесе жаңалықтар болады, құжаттарыңызға байланысты жаңалықтар болады, хаттар келеді, білім алуға өте қолайлы. Ол сіздерге Меркурий 2 домға келіп тұр. 2 дом сіздер оқудың ақшасын төлеулеріңіз ықтимал. Себебі Меркурий бұл білімді білдіреді. 2 дом ақша қалай келеді, солай кетеді. Мүмкін инвестицияға салуларыңыз мүмкін, біреуге алданып қалуларыңыз да ықтимал. Енді біреулер оқудың ақшасын төлеуі ықтимал. Сосын ақшаға байланысты құжатқа қол қоясыз. Ақшаға байланысты жаңалық еститін боласыздар. 18 наурыз күні ай толады. Ол сіздерге 8 домға келіп тұр. Ол 8 дом басқа адамдардан келетін ақшаны білдіреді.
мүмкін сіздер соттан ақшаны өздеріңізге тиесілі ақшаны жеңіп аласыздар. Мүмкін өзіңізге қайтпай жүрген қарызыңызды қайтарады. Мүмкін мемлекеттен грант ұтып аласыз, мүмкін сізге алимент төлейді, мүмкін ата-анаңыз береді, мүмкін жолдасыңыз береді, мүмкін қосымша табысыңыздан, инвестицияңыздан ақша түседі. Мүмкін страховая компаниядан ақша беру мүмкін. Сол сияқты басқа біреулерден келетін ақшаны білдіреді. Ол сіздерде 18 наурызға келіп тұр. Мүмкін сіздер банктен кредит алуларыңызда мүмкін. Кредит енді алғанда бұл басқа біреудің ақшасын аласыздар ғой. Сол сияқты мүмкін стипендияңыз түсуі мүмкін. Әр түрлі жағдай болады. Одан кейін 21 наурыз күні Солнце тағы да 3-ші домға келіп тұр. 3-ші дом туысқандармен араласу, сөйлесу, қонаққа бару, қонақтан келу, мүмкін бауырларыңызды қонаққа шақырасыз. Сосын білім алуға, көп ақпаратпен алмасуға жауап береді. Кейбір құжаттарды дайындайтын боласыздар. Енді өзіңізге керек мүмкін паспорт болуы мүмкін, виза болуы мүмкін, прописка болуы мүмкін. Енді әркімде әртүрлі болады құжат жөнінде. Жалпы 3-ші дом жақын жерді білдіреді. Жақын жерге көп жол жүресіз. 28-ші наурыз күні Меркурий тағы 3-ші домға келіп тұр екен. Лицензия, сертификат, мүмкін машина айдайтын право алуларыңыз мүмкін. Жолға билет аласыздар. Жалпы наурыз айында ешқандай ретроград жоқ. Егер жаңа дүние бастауға, мүмкін ем алуға өте қолайлы ай. Менің сіздерге айтарым осы. Мені тыңдағандарыңызға мың алғыс. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.